Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 90-шы сабақтың тақырыбы ғажайып әлем деп аталады. Бүгін сен шығармадағы оқиғаны болжап жалғастырасың. Бірінші тапсырма: адам құрлықта да, суда да өмір сүре ала ма? Егер өмір сүре алса, қалай тіршілік етер еді? Бір сәт қиялдап көр. Менің ойымша, адам құрлықта да, суда да өмір сүре алмайды деп ойлаймын. Фантастикалық шығармаларда өмір шындығына қиял элементтері қосылып суреттеледі. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Орыс жазушысы Александр Беляевтің «Адам балық» атты фантастикалық шығармасы бар. Басты кейіпкер ихтиандр су астында да өмір сүре алады. Үшінші жаттығу: жазушы қиялына мән бере оқы. Адам балық. Ихтиандр бақ ішіндегі құм төселген сүрлеу жолмен жүріп келеді. Белбеуіне қыстырылған қанжары салақтап аяғына соғылады. Көзілдірігі қолға және аяққа киетін биялайы көлбақа табандары көрінеді. Ол үйіне келе жатыр. Үйі шағын ғана, небары 4 бөлмеден тұратын. Соның ас үйге жапсарлас біреуіне Криста орналасқан. Оған таяу ас үй, сосын кітапхана болатын. Ихтиандр испан және ағылшын тілдерін білетін. Сосын ең соңғы шеткісі ихтиандрдың жатын бөлмесі. Сол жатын бөлменің тап ортасында хауыз бар еді. Сальватор тауға ихтиандрға қызметімен жаққан Кристаны ертпей, жалғыз кетуді ұйғарған. Жол жүрерде Сальватордың Кристаға былайша мықтап тапсырғаны бар: ихтиандр аптасына ең кемі 3 түн кәдімгі кереуетте жатып ұйықтауға тиіс. Ал маған суда жатқаным көбірек ұнайды, жаныма жайлы деп қарсылық білдіреді ихтиандр. Доктор сені кереуетте жатсын деп бұйырған, әкенің тілін алу керек. Кристаның енді ихтиандрдың бұған белгісіз бір материалдан тігілген қабыршақты костюмі ұдайы жауып тұратын денесін көргісі келді. Сен не, киіміңді түнде жатарда да шешпейсің бе? Деп сұрады ол бірде жігіттен. Неге шешем? Менің қабыршағымның еш кедергісі жоқ, қайта оңтайлы. Желбезекпен тыныс алуыма әрі терімнің тыныстануына түк зияны тимейді. Және сонымен бірге ол бар пәледен қорғайды. Мұны акуланың өзі де, тіпті өткір пышақтың жүзі де кесе алмайды, деп жауап қатты ихтиандр. Ал көзілдірікпен биялайды не үшін киесің? Деп сұрады Криста, кереуеттің қасында жатқан таң ғажайып биялайды қарағыштап отырып. Биялай менің шапшаң жүзуіме септігін тигізеді. Ал көзілдірік теңіз түбінен дауыл суырған топырақтан қорғануға қажет. Мен оны ұдайы киіп жүрмеймін. Бірақ көзілдірік кисем, су астындағы дүниені жақсырақ көрем. Көзілдірігің болмаса, су астында өзіңді тұманда жүргендей сезінесің, деді де бір жымиып қойды ихтиандр. Сосын сөзін қайта жалғап: сенің менімен бірге су астында жүзе алмайтының өкінішті-ақ. Мен саған не бір ғаламаттарды көрсетерем. Неге бұл адамдардың бәрі бірдей су астында өмір сүре алмайды екен, Әңгіменің авторы Александр Беляев, аударған Хайдолла Тілемісов. Неліктен адам су астында өмір сүре алмайды, сен қалай ойлайсың? Себебі су астында адам демала алмайды. Су астында демалу үшін арнайы ауа толтырылған баллондар қолданылады. Бірақ ол көп уақытқа жетпейді. Оны көбіне су астын зерттейтін сүңгуірлер қолданады. Төртінші тапсырма: мәтінге сүйеніп, сурет бойынша ихтиандрдың киімі, заттары туралы әңгімеле. Ихтиандрдың таңғажайып биялайы болатын. Ол биялайы ихтиандрдың суда жүзуіне жақсы көмектесетін еді. Және де ихтиандрдың судың астында киетін арнайы көзілдірігі болатын. Ол көзілдірігі ихтиандрға судың астында жақсы көруге мүмкіндік беретін. Және де
су астындағы дауылдан оның көзін қорғап тұратын еді. Ихтиандырдың сонымен қатар суда жүзгенде киетін қабыршақты костюмі болатын. Ол өте берік тігілген, тіпті оны пышақтың жүзде кесіп өтпейтіндей өте сапалы болатын. 5-ші тапсырма: су астында жүзгенде Ихтиандр неден сақтану керек? Оның достары туралы не айта аласың? Санамалап айт. Ихтиандр су астында жүзгенде су астындағы дауылдың әсерінен көтерілетін топырақтың көзіне тиюінен сақтану керек, және де жыртқыш балықтардан, яғни акуладан сақтануы керек. Ихтиандр көп уақытын судың астында өткізетін болғандықтан, оның достары дельфин және де балықтар болуы мүмкін. 6-шы соңғы тапсырма: мәтіндегі оқиғаны әрі қарай болжап әңгімеле. Балалар, осы фантастикалық әңгімені негізге ала отырып, осы мәтінді әрі қарай жалғастырып айтып көріңдер. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода, келесі сабақта аман есен жүздескенше сау болыңыздар.